шақырайын деп едім. Уақытым жоқ. Кешкі асшы. Арман, жалпы саған уақытым жоқ. Гауһар. Сенің кесірінен бүкіл университет маған күліп жүр. Мен жайма қалдыршы. Гауһар, мен тағы да ұрысып қалғансыңдар ма? Сіз де біліп алғансыз ба? Мен ғана емес, бүкіл университет біледі ғой. Егер көңілің болса, ұнап жатса, барып айтсаң, школьник емессің. Сенің қасыңда анау бірінші курстағы мұрынбоқтар уже 3 қыз ауыстырды. Маған үшеу емес, біреу керек. Мен соған сөз салам деп квант қақпасын жасап жатырмын ғой. Бұған әлемнің кез келген нүктесінің координатын жазасын. Сол жерден бір-ақ шығасың. Ертең Парижге жарық жылдамдығымен жарқ ете қаламыз да. Эйфель мұнарасының алдында сөз салам оған. Сен шынымен қуады екенсің. Алматыда сөз салсаң жоқ дейді ма не? Әлде қорқасың ба? Тұрмызбын десеңші. Қыздарға қандай жерде предложение жасағаның маңызды емес, ең бастысы қандай ниетпен жасағаның маңызды. Кітапты көп оқып, көше көрмей, үйден шықпаған баласың ғой сен. Ол сіздің заманыңызда. Қазір заман қыздар басқа, олар таңғалдыру қиын. Біздің заманда мен аспирантурада оқып жүрген кезде бір уақытта 2 қызбен жүрген. Сіздің айырыңыз Раушан апай декан. Мен 2-ші курста үйленген жоқсыз ба? Онда қалай сіз бірден 3 қызбен жүргенсіз? Дұрыс айтасың, 2 емес, 3. Арман, сен бірақ ешкімге айтпа ма? Қанша? Тегін. Соны біліп ақшамды алмай шығып едім. Қой, мен кеттім. Кешігіп бара жатырмын. Сәттілік, давай.